толық қалыптасып болмаған өзінің ата дәстүрі, тарихы, дінінен, сарт жоларғыларынан, өзінің отбасылық дәстүрлерінен әбден сіңіріп қалыптаспаған баланы шетелден діни білім алуға жіберу бұл үлкен қателік. Әйтпесе қариялар дайындайтын оқу орындар өзімізде де бар. Мысалға, әлемнің алтын тәжіне айналған Әл-Асқар университетінің үлкен профессорлар, сол жақтан миллиондаған адам барып кезекте тұрып, қолы жетпей оқи алмай жүрген адамдар мысалға бізге келіп оқып жатыр. Дәл біздің Нұр Мүбәракта сол ғалымдардың алдында отырып 5 жылға дейін докторантурасын бітіріп, сабақ алуға мүмкіндіктер бар. Ал енді сол білімді алып әбден қалыптасып болғаннан кейін, басқа шетелдің, мысалға сіз 25-30-дан асқаннан кейін, шетелдің діни ортасы болсын, басқа ортасында болсын, білім алуға мүмкіндігіңіз туады. Ал енді сізде тілдік барьер деген бар. Сіз мысалға Араб еліне, Иран еліне, Пакистан жеріне бардыңыз. Сіз ол жерде тілді білмейсіз. Сіз пока тіл үйренемін деп жүрген кезде сіз қандай ортаға түсіп кетесіз. Мысалға шетелден білім аламын деп барып сол жақтағы хужраларда, подвалдарда бір сабақ өтетін, бір кішігірім бір айлық, 2 айлық курс өтетін жерлерден білім алып кеп, осы елге білімдімін деп келгендер де болды. Білім аламын деп діни ұйымның объектісіне айналып кеткен жастар өте көп. Орта ғасырларда бірыңғай рухани мәдени кеңістікте өмір сүрген Орталық Азияда медреселер жүйесі ерекше қарқынмен дамыды. Сырдың төменгі ағысы мен үстірт арқылы Батыс Қазақстан өлкесіне дейін тараған құжыра медреселердің орындары әлі күнге сақталған. Қазақстандағы білім беру саласында тәуелсіздіктен кейін қарқын алған жағымды әрі қажетті үрдістердің бірі дінтану мамандарын даярлау болады. Дінтанушы теолог мамандарды еліміздегі Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университеті, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеттері даярлайды. Бүгінде шетел аспай-ақ еліміздің жоғарғы оқу орындарында бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша білім беру бағдарламасы негізінде білім алуға толық мүмкіндік жасалған. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарынан тыс діни кадрларды даярлауға бағытталған мемлекеттік білім беру стандарттарына сай 9 медресе колледж жұмыс жасайды. Теологиялық білім алуға ниетті талапкерлерге айтарымыз: базалық діни білім отандық білім беру орындарынан алыну керек дейді сала мамандары.